Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге небәрі 3 ағзаттан тұратын жаз мезгілінде керемет, өте оңай десерттің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Осы сүтімізге осындай агар-агар қосамыз, бұл барлық магазиндерде сатылады. Енді агар-агарымыз толық ерігенше осылай араластырып, газге баяу отта қайнатамыз. Енді осындай ақ шоколадымызды осындай бөліктерге бөліп, қайнап жатқан сүтіміздің үстіне саламыз. Шоколадымыз ерігенше жақсылап осылай араластырамыз. Массамыз осындай қоймалжың болғанда, дайын болғаны десертіміздің. Енді осындай құрғақ ыдысымызға дайын болған массамызды құйып аламыз. Бетінде осындай көпіршіктер пайда болады, оны үстінен басып-басып шығамыз. Енді тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Міне оп-оңай десертіміз дайын. Енді осылай үстіне тарелкамен аударып алыңыздар. Егер де рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Дәмі өте керемет болып шықты, тура балмұздақ сияқты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға қатты ұнайтынына 100% сенімдемін. Назарларыңызға рахмет, баршаңызға ас болсын.